Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазған Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанның араб шығанағына сапары туралы толық ақпаратты осы видеодан көре аласыздар. Сонымен Режеп Тайып Ердоғанның араб шығанағына 3 күндік сапарының ең бірінші аялдамасы Сауд Арабиясының Жидда қаласы болды. Дәл мына көріністе Режеп Тайып Ердоғанды халықаралық король Абдулазиз әуежайында Жидда аймақтық әмірінің орынбасары Бедир бин Султан мен Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Фейсал бен Ферхан әл Сауидтің күтіп алу салтанаты. Көріп отқандарыңыздай, Режеп Тайып Ердоғанның жанында жұбайы Әмина Ердоған ханым бар, сыртқы істер министрі Хакан Фидан, энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактар, ұлттық қорғаныс министрі Яшер Гулер, өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Качир, сауда министрі Өмер Болат, Ақ партияның төрағасының орынбасары Өмер Челик сияқты бірқатар лауазым иелері де бар. Тізім онымен аяқталған жоқ. Режеп Тайып Ердоғанмен бірге араб шығанағы турнесіне 200-ге жуық Түркия бизнесмендері де қоса келді. Ердоғанды Жиддадағы Әл-Салам сарайында көріп отырғандарыңыздай тақ мұрагері Мұхаммед бин Салман ресми рәсіммен қарсы. Режеп Тайып Ердоған мен тақ мұрагері Мұхаммед бин Салман салтанатты аймақта өз орындарына тұрған соң екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Артынша құрметті қарауылды басқарған екі сарбаз Режеп Тайып Ердоған мен тақ мұрагерін келісімсөз болатын алаңға шығарып салды. Салтанатты аймаққа кіргеннен кейін екі жақтың басшылары екі жақпен қатар келген делегациялармен танысты. Аталған рәсімнен кейін Режеп Тайып Ердоған мен Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы Мұхаммед бин Салманның төрағалымен делегациялар арасында кездесу өтті. Президент пен тақ мұрагері де жабық есік жағдайында кездесу өткізді. Келіссөздерден кейін екі ел арасында тікелей инвестиция, қорғаныс өнеркәсібі, энергетика, қорғаныс және байланыс салаларында келісімдерге қол қойылды. Түркия Республикасы мен Сауд Арабиясы корольдігі арасындағы тікелей инвестицияларды ынталандыру саласындағы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік жөніндегі меморандумға президенттің инвестициялар басқармасының басшысы Бурак Даалыоğlu мен Сауд Арабиясының инвестициялар министрі Халид Аль-Фалих келісімшартқа қол қойды. Президенттік коммуникациялар директоры Фахреддин Алтун мен Сауд Арабиясының бұқаралық ақпарат құралдары министрі Салман бен Юсуф әл Даусари Түркия төрағалығының байланыс басқармасы мен Сауд Арабиясы корольдігі ақпарат министрлігі арасындағы байланыс саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға да қол қойды. Сонымен қатар екі ел арасындағы ұлттық қорғаныс туралы ынтымақтастыққа да екі елдің ұлттық қорғаныс министрлері Түркия тарапынан Яшар Гулер, ал Сауд Арабиясы тарапынан қорғаныс министрі Ханзада Халид бен Салман әл Сауид қол қойды. Түркия Республикасының энергетика және табиғи ресурстар министрлігі мен Сауд Арабиясы корольдігінің энергетика министрлігі арасындағы энергетика саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға Сауд Арабиясының энергетика және табиғи ресурстар министрі Ханзада Абдулазиз бен Салман әл Сауд және Түркия тарапынан Альпарслан Байрактар қол қойды.
Сауд Арабиясының қорғаныс министрлігі мен Байкар компаниясының арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге Байкардың бас менеджері Халук Байрактар мен Сауд Арабиясы қорғаныс министрінің орынбасары Халид бин Хусейн Эль-Баяри қол қойды. Екі ел арасында келіссөздер аяқталған соң, Түркия Республикасының президенті Режеп Тайип Ердоған Түркияның отандық өнімі ток электроавтокөлігін Ханзадаға сыйға тартты. Әл Салман сарайының ауласында Ханзада рөлге отырып, оның оң жағына Режеп Тайип Ердоған отырып, ток мәшінесін әбден сынады. Режеп Тайип Ердоған өзіне тән сән-салтанатымен келгені байқалып тұр, және одан артық болмаса кем емес дәрежеде Сауд Арабиясының королі өте жоғары деңгейде күтіп алғанда көріп отырмыз. Дәл осы машинаға отырып алып, Ханзада Режеп Тайип Ердоғанды тоқтаған қонақ үйдің есік алдына жеткізіп салды. Сауд Арабиясының бұқаралық ақпарат құралдары екі елдің аймақтағы маңызды рөлге ие екеніне тоқталып, екі ел басшыларының екі жақты қарым-қатынастарды туысқандық негізде және аймақ халықтарының мүдделеріне қызмет ететіндей етіп дамытуға бел байлағанын жарыса жазды. Екі елдің осы аймақтағы тұрақтылықтың тірегі екенін жазса, тағы бір газет Ердоғанның бұл сапары екі жақты қарым-қатынастарды одан әрі ілгерілететінін атап көрсетті. Осымен Сауд Арабиясына Режеп Тайип Ердоғанның сапары аяқталды. Ертесіне Түркия Республикасының президенті Режеп Тайип Ердоғанның 3 күндік араб шығанағына сапары жалғасын тапты. Режеп Тайип Ердоған Сауд Арабиясына жасаған сапарынан кейін Катар әмірі Шейх Тамим бин Хамед Әл-Санидің шақыруымен өзінің жеке ұшағы мен Катардың астанасы Дохаға келді. Дохаға келгенде Режеп Тайип Ердоғанды Хамад халықаралық әуежайында Катардың вице-премьері әрі қорғаныс министрі Халид бен Мұхаммед Әл-Атие, Түркияның Дохадағы елшісі Мехмет Мустафа Гөксу және басқа да лауазымды тұлғалар қарсы алды. Режеп Тайип Ердоғанды әуежайда қарсы алудан кейін ел астанасы Дохада Катар әмірі Шейх Тамим бин Хамед Әл-Сани ресми рәсіммен Лусаил атты сарайда жеке өзі қарсы алды. Екі жақтың басшысы салтанатты сарайда өз орнын алғаннан кейін екі жақтың әнұрандары шырқалды. Режеп Тайип Ердоғанмен бірге келген министрлер құрамы мен лауазымды кісілер де осы салтанатты рәсімге қатысты. Режеп Тайип Ердоған мен Катар әмірі Әл-Саниді салтанатты түрде Катар әскері қарсы алды. Артынша екі ел делегацияларының өзара таныстырылғаннан кейін Режеп Тайип Ердоған мен Әл-Сани бетпе-бет кездесуге барды. Жеке кездесуден кейін делегациялар арасында да өзара келісім шарттар жасалды. Келіссөздер арасында Режеп Тайип Ердоған Түркияның отандық өнімі көгілдір түсті ток автокөлігін Катар әмірі Әл-Саниге сыйға тартты. Негізі Катардың әмірі өзінің Twitter парақшасында Режеп Тайип Ердоғанның сапарының алдында былай деп жазған екен: «Бауырым Режеп Тайип Ердоғанды Дохада қабылдауға қуаныштымын» деп твиттерінде бөліскен екен. Катар әмірі табысты өткен FIFA World Cup 2022 Катар турниріне қатысты Түркияның түрлі саладағы компаниялары мен сарапшыларының, әсіресе келісімшарттар мен қонақ үйлерді басқару, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету арқылы Катардағы әлемдік футбол чемпионатының сәтті өтуіне бағалы үлес қосқанына үлкен рахметін айтты.
Сыйға тартылған түрік тұлпарының рөліне отырған Катар әмірі Әл-Сани Режеп Тайып Ердоғанмен бірге Лусайл сарайының ауласында біраз уақыт тұлпарды сынады. Артынша осы ток көлігімен бірге келіссөздер өтіп жатқан ғимаратқа келді. Біраз серуендеп келгеннен соң басшылар келіссөздер залына қайта оралды. Араб халқына тән мәрттікпен Катардың әмірі Әл-Сани де Режеп Тайып Ердоғанды құр қол қалдырмады. Катар әмірі кездесуде Режеп Тайып Ердоғанға Катарда өткен футболдан әлем чемпионатының финалында ойнаған және аргентиналық футболшы Лионель Мессидің қолы қойылған допты сыйға тартты. Екі елдің өзара бір-біріне деген құрметі мен жылы ілтипаты көп нәрседен хабардар етсе керек. Осы келіссөздердің артынша екі ел Түркия мен Катар бірлескен мәлімдеме жасады. Бірлескен мәлімдемесінде екі елдің бір-біріне бауыр екені, өте жақын екені баса айтылды. Биыл Түркия Республикасы мен Катардың арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың дамуына тура 50 жыл толып отыр екен. Мәлімдемеде Түркия мен Катар арасындағы қарым-қатынастың 73 жылдан бастап стратегиялық серіктестік деңгейге жеткенін, сапалы өзгерістердің болғанын баса атап өтті. Екі бауырлас ел арасындағы ынтымақтастықтың Режеп Тайып Ердоған мен Катардың әмірі Әл-Санидің басшылығы арқасында күн санап нығайып келе жатқаны да ерекше ықыласпен айтылды. Екі елдің қарым-қатынасының терең тамыры бар тарихи байланыстар екені де айтылды. Жалпы тарихта бір-біріне мызғымас қолдау көрсетіп отырған екі ел өзара қолдауын бұдан ары қарай да жалғастыратынын, оған шын ықыласпен ниеттенетінін айтты. Осындай ынтымақтастықтың бір көрінісі 2023 жылы Түркияда болған үлкен апат кезінде де көрініс тапқан екен. Апаттың алғаш сәтінен бастап көмекті жеткізу және мыңдаған түріктердің қайғы қасіретін жеңілдетуде Катар әмірлігі үлкен бағасыз үлес қосқан екен. Катар елінің ықпалымен жасалған әскери ұшақтармен жасалған әуе дәлізі арқылы көрсетілген гуманитарлық көмектің үлкен болғаны айтылды. Түркия мен Катардың арасындағы қазіргі стратегиялық серіктестік барлық деңгейде жемісті екені, екі елдің аймақтық және халықаралық мәселелерде көп жағдайда ұқсас көзқараста, ұстанымда болатындығы да баса басып айтылды. Екі елдің арасында 2015 жылдан бастап жоғарғы стратегиялық комитет тетігі бар екені ескертілді. Осы комитет арқасында 100-ге жуық маңызды құжаттарға қол қойылған екен. Шейх Тамим екі бауырлас халықтың экономикалық ынтымақтастығының келешегінің зор екенін айтты. Катар әмірі мен Ердоған аймақ пен әлем алдында тұрған түрлі қиындықтарды талқылағандарын жеткізіп, оларды шешу үшін халықаралық ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығына тоқтады. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның Араб шығанағындағы сапарының соңғы аялдамасы Біріккен Араб Әмірліктері болатын. Көріп отқандарыңыздай, Режеп Тайып Ердоғанды Біріккен Араб Әмірліктерінің президенті Шейх Мұхаммед бин Заид Әл Нахаян ресми рәсіммен қарсы алды. Режеп Тайып Ердоған мен Әл Нахаян Әл-Ватан сарайындағы салтанат алаңында орындарына тұрған соң, әдеттегідей екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Режеп Тайып Ердоғанды салтанатты қарауылда қарсы алды. Режеп Тайып Ердоған мен Әл Нахаян екі елдің делегацияларымен кезек-кезек танысты.
Таныстырылым біткеннен кейін Режеп Тайып Ердоған мен Әл Нахаян делегациялар арасындағы кездесуге барды. Бұл кездесуде Түркия Республикасы тарапынан сыртқы істер министрі Хакан Фидан, энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактар, қазына және қаржы министрі Мехмет Шимшек, ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гулер, өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Качир, сауда министрі Өмер Болат, Ақ партия төрағасының орынбасары Өмер Болат сияқты бірқатар лауазымды тұлғалар да қатысты. Түркия мен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы екі жақты қарым-қатынастардың соңғы 2 жылда жаңа сауда және экономикалық ынтымақтастық дәрежесіне жеткенін, екі ел арасындағы қарым-қатынастың қарқынды дамып жатқанын ескертті. Түркия Республикасының туризм және жоғарғы технология салаларына, сондай-ақ мұнай кен орындарына салған инвестициялары мен Біріккен Араб Әмірліктерінің алғашқы 10 коммерциялық серіктестерінің бірі екендігі айтылды. Басшылардың соңғы жылдары қарым-қатынастары нығайып жатқаны, Түркия мен Біріккен Араб Әмірліктерінің арасында әсіресе COVID-19 індетінен кейін барлық салада екі жақты қарым-қатынастардың қарқынды дамып жатқаны бар екенін айтты. Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Шейх Тахнун бин Заид Әл Нахаян дипломатиялық қарым-қатынастарды нығайту мақсатында осы үрдістегі алғашқы сапарды жасаған екен. Ол 2021 жылдың 18 тамызында Анкарада президент Ердоғанмен кездескен екен. Сонымен қатар екі ел президенті Ыстанбұл қаласында Манчестер Сити мен Интер арасындағы УЕФА Чемпиондар Лигасының финалдық матчын бірге тамашалаған екен. Бұның бәрі екі ел арасындағы түрлі саладағы қарым-қатынастардың артып жатқандығының белгісі. Біріккен Араб Әмірлігі 6 ақпанда Түркия Республикасында болған 11 қаланы қамтыған жер сілкінісінен кейін Түркияға тез арада көмек қолын созған елдердің бірі болды. Біріккен Араб Әмірліктері Түркияға жер сілкінісінен кейінгі салдарды жоюға көмек ретінде $50 миллион ақшалай көмекте көрсеткенін және оның анасы Шейха Фатима бинт Мубарак та жер сілкінісінен зардап шеккендерге 13 миллион 600 мың ақш долларын жәрдем ретінде бергенін мәлімдеді. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық әуе компаниясы Emirates Түркия мен Сириядағы жер сілкінісіне зардап шеккендерге жедел жәрдем жеткізу үшін Дубайдан Стамбулға әуе көпірін салған. Жер сілкінісі болған аймаққа 134 адамнан тұратын 3 іздеу құтқару тобын жіберген. Біріккен Араб Әмірліктерінің көрсеткен көмегі өте үлкен. Олар Газиантеп қаласында 54 төсектік далалық аурухана құрған. Хатай қаласында 200 төсектік жылжымалы аурухана салдырған. Режеп Тайып Ердоған осындай орасан зор көмегі үшін жер сілкінісі болған аймақтарда іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізгені үшін Біріккен Араб Әмірлігінің қорғаныс министрлігіне Түркия Республикасының арнайы медалін табыстады. Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған Біріккен Араб Әмірлігінің ең жоғарғы наградасы Зайет орденін алды. Түркия президентіне бұл мемлекеттік награданы Біріккен Араб Әмірліктерінің президенті Мұхаммед бен Заид Әл Нахаян табыс етті. Режеп Тайып Ердоғанның араб шығанағына сапары туралы ақш мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Миллер былай деді: Біз әрқашан осы аймақтағы және басқа жерлердегі одақтастарымыз бен серіктестеріміз арасында дипломатиялық қарым-қатынастардың дамығанын қолдаймыз. Осылайша Режеп Тайып Ердоған мен араб басшыларының арасындағы сән-салтанаты жарасқан әдемі іс-сапар тәмам болды. Ал осымен араб шығанағына жасалған 3 күндік турнеден кейін Режеп Тайып Ердоған Солтүстік Кипр Түрк Республикасына іс-сапармен жол тартты. Түркия Республикасының сыртқы саясатына байланысты ақпаратты дер кезінде алып отыру үшін осы арнаға жазылуды ұмытпаңыз.
Yatay olursa How do you like? Mustafa sereyi aldı mı ya? Kankam da aldı. Aldı değil mi? Yeni One more step back, one more. Yatay olursa sevinirim.
Mustafa Sere'yi aldı mı ya? Kankam da aldı. Aldı.